Армысыздар, құрметті көрермендер. Эфирде елімнің тарихы, менің тарихым айдары және оның жүргізушісі Ақерке Берікқызы. Қазақ ұлтының көш бастаған көсемі, сөз бастаған шешені, Алаш қозғалысының жетекшісі, Алашорда үкіметінің төрағасы, ғалым, публицист, аудармашы Әлихан Нұрмұхамедұлы Бөкейхановтың туғанына 150 жыл толды. Әлихан Бөкейханов әйгілі Шыңғыс ханның 23-ші ұрпағы, төре тұқымынан. Бұл жөнінде Әлихан Бөкейханов былай дейді: хан баласында қазақтың хақы бар еді, тірі болсам қазаққа жан тәніммен аянбай қызмет етемін. Бөкейханов қазақ халқына кіршіксіз де шексіз қызмет етті. Алашқа қамқор болуды, Алашқа қызмет етуді өзінің парызы санады. Ең алғашқы ұлттық партия Алаш ұлттық саяси партиясын құрды. Қазақтың көзі мен құлағы болған Қазақ газетін ұйымдастырды. Қазақтың ұлттық және мемлекеттік өзін-өзі билеу идеясын қалыптастырған және оны іске асырған Әлихан Бөкейханов. Алаш көсемі Бөкейхановтың өмірінде Семей қаласының алатын орны айрықша екенінде ешқандай шүбә келтіре алмаймыз. Бөкейхановтың 1896-1903 жылдары Семей және Ақмола облыстары уездерінде қазақ жер пайдалануын зерттеумен айналысқан Щербина экспедициясына қатысып, қазақ халқының әлеуметтік, экономикалық өміріне, мәдениеті мен тарихына қатысты бір қатар ғылыми құнды еңбектерді жазуы, ұлы ақынымыз Абайдың әдеби бай мұрасымен етене жақын таныс болуы, өзінің омбы кезеңнен жақсы білетін досы, орыс ғалымы Иван Филиппович Гусеевтің айтуымен шәкәрім еңбектеріне баса көңіл бөліп, кейінде қазақ газетінде Қалқаман мамыр поэмасы туралы пікір білдіруі, тағы басқа оқиғалар оны үнемі шетте Омбы, Петербург қалаларында оқып, қызметте жүрсе де, Семей зиялыларымен барынша жақындастыра түседі. Әлихан Бөкейханов 1918 жылдан бастап өзінің Алашорда үкіметінің төрағасы қызметіне байланысты Семейде тұрды. Ол Алашорда үкіметінің ұлт кеңесі, Семей облыстық кеңесі, облыстық және уездік земство басқармалары, Алаш қалалық думасы мен Алаш қалалық қоғамдық басқармасы тәрізді болашақ мемлекеттік басқару жүйелерін құруға қатысты қыруар істер атқарды. Сондай-ақ Алаш милициясы мен атты әскер полкын құруда да елеулі еңбек сіңірді. Бүгінге осы, сіздермен келесі айдарымызға дейін қоштасамыз. Аман сау болыңыздар.